Армысыздар достар, армысыздар барша телекөрермендер, барша жайдарман сүйер қауым. Республикалық сірелі бірінші лига жайдарман сайыстары әдеттегідей Қызылорда қаласында бастауын алып жатыр. Биылғы жылы республикамыздың түкпір-түкпірінен 20-дан астам команда өз бақтарын сынауға бүгінгі сахнадан шығатын болады. Олай болса, бар жанарды жаулаған жайдарман ашық. Республикалық бірінші лига жайдарман сайыстарының ширек финалдық кезеңдері бірінші топ 6-1 команда және де осы командаларға әділ бағасын беретін қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Сүр үміті жастар қауымдастығының атқарушы директоры Тілес Талғат. Алматы қалалық жайдарман сайыстарының ұйымдастырушы жайдарман филиалының директоры, Абай даңғылы 8 командасының капитаны, жайдарманшы, КВНші, көп енді айта берсе де болады, Оңдасын Құлымбет. Республикалық жоғары лига сайыстарының редакторы, Қазақстан КВН одағының атқарушы директоры Елжанов Рүстем. Рахмет, құрметті қазылар алқасы, бүгін қазір сіздердің алдарыңызда 6-1 команда өнер көрсететін болады. Және де айта кететін нәрсе, сәлемдесу форматында командаларға жоғары ұпай саны 5 ұпай. Сәттілік. Жалпы байқағаныңызда біз бір түрлі ерекше командамыз. Мысалға мына бала Хабиб Нұрмағамбетовке ұқсайды. Ой, Әліби Басароваға дегеніміз жақсы кісі ғой негізі. Мықты кісі ғой. Көрдіңіздер ме, артына кіруді бастап кетті уже. Неге осы магазиннен тек үштуші демек сұрағына тек элді ғана береді? Жалпы біз өзіміздің универіміз жайында қалай айтсақ болады екен? Арақ бар ма? Жоқ. Мақыл. Неге осы әзілі онша емес команданы бірінші шығарып қояды? Жанашыр достары өте көп террорист. Досым, сумканы вокзалға тастап кеткенде, кезеген жерге тастай бермесей? Қазақтың ырымдарында қыздар 25 жастан асса отырып қалды дейді. Сонымен белгісіз себептермен отырып қалған қыздар. Айгүл, сен осы қандай статьямен оттың? Неге осы таксист ағалардың Каспий Голд нөмірін дергенде әйелдердің нөмірі шығады? Жалғастырамыз. Вакцина салам деп басқа нәрсе салып қойған бала. Болды. Тату салып қойған не? АСМР видеосын түсіру қазір сәнге айналды. Сонымен көреміз, ауылдың балалары АСМР видеосын түсіруде. Құрметті достар, бүгін біз элді сериге АСМР видеосын түсіретін боламыз. Жекін кеп жатыр ма? Барға не қарап тұр. Бұның сырты өте қатты келеді. Оңдасын аға, естіп отырсыз ба? Қазір бірінші сәтек өте жеңіл кетеді. Екінші сәтек басқа демеді екен. Сосын бұны көмнесе ауылдық жерде папалар пайдаланады. Сосын төбесінде еш шығармайтыны бар. Жандос, папа келе жатыр. Папа келе жатыр. Не дейсің? Папа келе жатыр дейм. Неге осы жайдарман көріп отқанда әділ қазылар телефон шығып отырады? Болашақ құрамасы арнайы алғысын Болашақ университетінің ректоры Дәуренбеков Қуаныш Қойшығұлұлына білдіреді. Арғарай сәлемдесуіміз жалғаймыз. Келесі сәлемдесу Ақтөбе қаласынан келіп отырған команда эконом класс. Бірінші лига Қызылорда қаласы.
тудыртам, далаға лақпай, достойны ойнап тастайын. Эконом класс, ақтөбелік топ, бұйырса Жайдарман топ. Жігіттер, мына маған жеңгем басы кететін сияқты осы. Неге? Білмеймін, ішіп алса маған түседі әйтеуір. Кеш жарық Қызылорда. Жас командаларға спонсор бол. Жігіттер, премьер-лига міне. Ой, жігіттер, кешіріңдер, әдет болып кеткен. Көрдіңдер ма? Уже әдет болып қалған. 2 жыл қатарынан премьер-лига ойнадық. Бүгін міне бірінші лига. Қалай былай, бір түрлі бір ыңғайсыз болып тұрған ба? Жігіттер, бір өзімді бар ғой, бір байдан қайтып келдім. Қыз құсап сезіп тұрмын Бірінші лигаға келдік. Енді мына Қызылордаға келгесін, Қызылорда облыс туралы, облыс әкімі туралы бірдеңелер айтайық та енді. Жоқ, керек емес Нұрту. Облыс әкімі туралы айтпақ қою керек. Неге? Облыстың әкімі әйелі кісі екен ғой. Әйелдің артынан әңгіме айтқан қалай болады екен ол жігіт болып. Хотя бы осындай Жайдарман ұйымдастырып жатқан Әлби ағамыз туралы те, Әлби ағамыз туралы. Сендер карантин басталғалы Жайдарман ұйымдастырған облыс көрдіңдер ма? Жоқ. Филиал көрдіңдер ма? Жоқ. Вот қандай кісі көрдіңдер. Связы мықты кісі. Көрдің ба? Таныстары көп кісі. Жүрек жұтқан адам бұл кісі, білесің ба? Былай қарап тұрсаң, Қызылорда қазір жол тезін ода ғой әлі? Құрметті Әлби аға, мына байқаңыз 2 күн КВН ұйымдастырамын деп 2 жыл сұрауға алып кетпеңіздер. Жігіттер, қалай ойлайсыңдар, бірдеме сұрақ жіберейін? Сұра. Мына жалпы өмірде нәпсіні жеңу оңай ма, әлде жемқорлықты жеңу оңай ма? Все-таки нәпсі ғой. Нәпсі шығар сол. Ютубта айтып атады ғой имамдар, нәпсіні жеңу оңай шығар шамалы. По идее, жемқорлықтан не подарка жігіттер? Қалай, қатты айттың ба? Қатты. Алты ұстау керек еді. Ендеше ойынымыздың басын кез келген жерде ерекшеленіп жүретін баланы сөзін бастаймыз. Жігіттер, Type C-дің зарядкасы бар ма, Type C-дің? Рахмет. Сонымен көреміз, саунаға бірінші рет келіп тұрған жігіттер. Мына қыз ба? Тастам. Мынау кассадағы пау кетті ғана қарай. Әлемдегі ең кішкентай мемлекет Ватикан еліндегі такси. Ағам, мына үкіметті айтамын. Келдік бауырым. Қыз жібек фильміне мультфильм кейіпкерлері түссе қалай болады екен? Төлеген, Қыз жібек менікі. Жоқ, человек бау, Қыз жібек менікі. Қазір кезде 2005-2007 жылдар жаппай үйленіп жатыр. Сонымен сондай тойлардың бірінде. Ана құрметті тойшылығым, тойларымыз құтты болсын. Құрметті ата-аналар, балдарымызды алып отсақ, аяққа шұқыртпай. Класстастары болар балалар. Соны көреміз, 40 жасқа келіп сүт өттірген аға. Рахмет, молдеке. Серіктігінде қылып берді. Болды. Соғыстан жалғыз өзі аман келген батыр. Соғыстан хабар келді. Батырлар келеді. Не қыл дейді? Нұрзат батыр. Қалғандар қайда? Соғыстан не хабар? Не істедіңдер, жеңдіңдер ма? Білмеймін, баратқанда адасып кеттім аға. Ақтөбе жасыл қала жайнаған, көргенде келбетіңе тоймаған. Сағынып сұлу әсем қаланы, көрмесем бір сәт ойланам. Ақтөбе әсем қала. Рахмет. Құрметті қызылордалықтар, мына біз қалаға келгеннен кейін шамалы қыдырғымыз келді. Сөйттік та Арай Сити-молға бардық. Барсақ іш кішкентай ма, что-то бізге ұнаған жоқ. Сөйтіп шамалы қыдырайық дедік та Арай клубқа бардық. Ол жақта что-то демала алмадық. Хотя бы суға түсіп кетейік дедік та Арай аквапаркке бардық. Шынын айтайын бар ғой, ешқайсысы біздің балдарға ұнаған жоқ. Жігіттер, одан Арайдың өзіне бара салу керек еді сразу. Сіздермен бірге болған өз өнерін көрсету сайысына қатысқан эконом класс. Рахмет. 2021 жыл, бірінші лига.
Нұр Сұлтан қаласы. Ой, әдет болып кеткен жігіттер. Кешіріңдер. Эконом класс Ақтөбе қаласынан келіп отырған жастарымызға қаттырақ қошемет шапалақ ұрып қойсаңыздар болады. Өте тамаша. Және де эконом класс командасы Ақтөбедегі барша ата-аналарына өз алғыстарын білдіреді. Ары қарай сәлемдесуімізді жалғаймыз. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Жаңақорған агротехникалық колледжінен келіп отырған ЖТК командасы. Қызылорда облысындағы Жаңақорған аграрлы техникалық колледжінің 70-ке жуық мұғалім айлығымыздың тең жартысын қысқартып тастапты дейді. Айлық алмаған 70 кісінің ақшасына келіп тұр. Бүгінгі ойында ұшып кетіп, сол кісілердің қарғысына қалып жүрмеге. Ассалаумағалейкум, вакцина, денсаулыққа бақ сыйла! Немістер сияқты тұрағағым ше. Жігіттеріме вакцина салдырдым ғой. Қандай екен енді ол? Жақсы екен енді, әсер етіп отыр. Құрметті достар, біздің Жаңақорғанда уран өндіріледі. Ол зиян. Сонымен қатар кислота өндіріледі. Биыл енді жақсы жаңалық, біздің Жаңақорғанда тауық фирмасы салынып жатыр. Жігіттер, ойлаңдаршы. Ойлан. Әкім есеп беріп жатыр 2023 жылы. Құрметті жаңақорғандықтар, бұйыртса осы жылдың соңына дейін 40 аяқты тауықтар өндіреміз десе. Ендеше Мессидің голын берсін, жерде отқан ағалардың жолын берсін. Кетті! Тамашалаймыз достар, түрмеде де әзілдеуге уақыт табуға болады екен. Сөйтіп ба емес па, анам басынан бұ ұрады ғой. Күлесіңдер ғой, 10 жылдарың бар ғой әлі. Тамашалаймыз Таиландтағы асаба. Ал тойшылға енді ойынға енді 4 еркек шықса, одан кейін әдем-әдемі 4 еркек шықса, ойынызды бастаймыз ал. Космонавттардың отбасында болған жағдай. Ол жан қайдасың? Айдамын. Айдаттығын тағый! Негізі біз аяқ киім тігеді. ЖТК құрамасы рахмет. ЖТК құрамасына деген қошемет шапалақтарыңыз болсын, өте тамаша. Және де ЖТК құрамасы арнайы Жаңақорған аудандық агротехникалық колледжінің директоры Шәуенов Жомарт Әбиболлаұлына өз алғыстарын білдіреді. Сонымен қатар Қазақстан КВН одағы Республика жастар қоғамдық бірлестігі республикалық деңгейде бірінші лига жайдарман сайыстарын жоғары деңгейде өткізуіне қолдау білдіріп жатқан үшін Жас отан жастар қанатына және де арнайы сүр үміті жастар қауымдастығына, сонымен қатар облыстық жастар ресурстық орталығына өз алғыстарын білдіреді. Ары қарай сәлемдесуіміз жалғаймыз. Келесі сәлемдесу батыстан келіп отырған жігіттер, Батыс Қазақстан облысы, Қаратөбе ауданы, Қаратөбе құрамасы. Қайырлы кеш Қызылорда! Жігіттер, құт қонып кие қонған қасиетті Қаратөбеден келдік. Кел. Қаймағы бұзылмаған, иіс сақтаған ауылданбыз жігіттер. Мен сенің осы жеріңе келіспеймін. Неге? Мына біздің ауылды білмеймін, бірақ Қазақстандағы барлық ауылдар қазір бұзылып жатыр. Біртүрлі қалаға келіп тегісі келе ме? Мысалға кезіндегі шашын беттарақпен тарап отыратын апаларымыз қайда қазір? Қайда? Жоқ қой қазір. Апа түгіл бет жоқ қой қазір ауылда. Жоқ. Белін ременнің орнына сым байлайтын балдар қайда қазір? Жоқ ондай балдар. Кезінде дастархан басында шашып төгіп тамақ ішіп отыратын ағаларымыз таусылды ғой ауылда. Таусылды ғой, бітті жоқ. Бәрі солидный ғой қазір. Вилкамен жейді, дұрыс па? Кезіндегі ауылда деймін, тұрақ, жетіс, қайырлы дейтін аталар қайда қазір? Жоқ қой. Қазіргі аталардың аты Макс, Арман, Қуаныш. Ертең Максын қандай бата береді ол былай қарағанда? Қалай береді? Бубай күшін әрмен кетіп қалатын балдар қайда қазір? Жоқ қой. Екі шөйлеп үй көрмей ішетін ағаларымыз таусылды ғой қазір. Жоқ қондай қазір. Бірақ жігіттер ауылдың иісін сақтап қалған бір нәрсе бар. Мен соған қуанам кәдімгідей. Не ол? Мысалға кезінде ауылда жол быт деді ғой. Жол соламаймен жатырға әлі быт сақталған ғой кәдімгідей. Құрметті көрермендер, мына біздер нағыз ауылдың баласы болғанмен біздің киген киіміміз, тұрған тұрысымыздың барлығы қала деп тұр. Сондықтан арнайы сіздер үшін Қаратөбеден қырда қой бағып жүрген жерінен нағыз ауылдың баласын сіздер үшін алып келдік.
міне нағыз ауылдың білсің жауырынды қарашы шіркін жауырынды. Демеш кеше атқа мініп қорқып. Міне нағыз ауыл атқа мінет бұл әлі атқа мінет. Шіркін балтырды қарашы балтырды. Демеш кеше көкпарға мініп едім. Көкпар ойнайды бұл көкпар. Шіркін төсті қарашы шіркін төс. Жай. Не болды ол жерге? Сынып қалады ғой. Мә. Біз сен бағадан бері мақтап отырсақ темекі деген несі? Ауылда браттарға ғой. Міне нағыз ауылма системамен жүреді системамен. Ендеше кез келген жерде өзінің системасымен жүретін оралдықтары біз жалғастырамыз. Рахмет. Құрметті достар, көреміз. 2 жасар қызға кәмпит берем деп педофил болып көрініп қалған жігіт. Аға, серьезно қарындасым деймін, қарындасым деймін. Рахмет, тамашалаймыз. Биология сабағында болған оқиға. Оқушылар өсімдіктің жыныстық яғни көбею мүшесі гүлінің басында болар екен. Біз үшін иіскеп жүр қой. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Қаратөбе құрамасы. Бұйырса көрсеміз. Қаратөбе құрамасы арнайы Қаратөбе ауданындағы өз ата-аналарына алғыстарын білдіреді екен. Ары қарай сәлемдесуіміз жалғаймыз. Келесі Арал ауданынан келіп отырған аудандық оқушылар үйі. Оқушылар үйінің құрамасы. Жайдарманға емес, бір ақынның мүшайрасына келген сияқтымыз бар ғой. Соны айтам, бір сайсын соңында диплом алып шығатын қыздар ұқсап бір. Оны қайдан білдің? Білмеймін, жаңа қолымызға әлбеғай диплом сатып кетті ғой. Жоқ, негізі біз оқушылар үйінен ше, бірдей форма сұрағанда, біз дұрыс түсінбей қалған, өте ме? Соны айтам, біз мына формамен не ойнайды деп ойлайды? Мына формамен біз түгіл алтыбақанда зер ойнаған ғой. Осы қыздар, жігіттер, сендер кейде ойланасыңдар ма? Осы форманы бізге Төребек ағай чисто өзі жыртылу үшін кигізіп қойған сияқты. Мына формаға жыртылатын болса, мына әзілге де жыртылатын сияқты ғой. Аралымның жігіттері шеттерінен айбарлы, спортпенен шұғылданып денсаулығын ойлайды. Тіпті оның біреуі де темекі де шекпейді. Барлығы бір жиналып ап ішімдікте ішпейді. Тек ода бір минус болып тұр айтайын. Ағайын одан кім шектейді? Насай. Тоқтат, айым бұл жарамайды. Қызылордаға келгеннен кейін Қызылорда туралы бірдеңе айту керек. Қызылорданың қыздары да шеттерінен көрікті. Аралдың бір жігітімен жақынырақ танысты. Сосын екеуі бірге кездесуге келісті. Екеуі бетпе-бет кездесіп тұрғанда Аралдың жігітінен ис шықты. Насым-ай. Жоқ, айым бұл да жарамайды. Басқа бір салмақтырақ бірдеңе айтшы. Аралымның ақсақалдары... Тасташы болды. Ұлдар, қыздар, сендер ойлаңдар, не істеп кеттіңдер, қараңдар. Сендер қазақы нақыштағы киімде тұрсыңдар. Соған сай нәрсе айтсаңдар, мысалы, міне Әлібайға арнау айтыңдар. Балалар үйінің терезесіне үнемі сыртқа қараймын да тұрамын. Сол сырттан әлде кімді күтем. Әлде тоқташ, не айтып кеттіңдер сендер? Жоқ, болмайды. Қарасаңдаршы, қанша жерден Рүстем ағайдың өзі келіп отыр ғой. Самайдағы ақ шашыңның әр талына қарызбын. Ештеңемен, еш нәрсемен өтелмейді ау парызым. Жоқ, болмайды ондайда. Қалай түсіндір сен болады? Қараңдаршы, мына жерден Талғат ағайдың өзі отыр ғой, Атақты, мәңгіде сен қателескенің, ақшамен аталасып едің, ағайын туыс бауыр қатар өскенің, байлықты, бақыт десең адасып жүрсің, тезекке таласып жүрсің. Тоқташ, сендер негізі арнаудың не екенін білесіңдер ме? Білеміз ғой, бізге Төребек ағай не жазып береді, біз соны айтамыз. Біз Жайдарманда мектеп лигасында 5 жыл ойнап, бүгін міне алғаш рет республикалық бірінші лигадамыз. Бұл біз үшін үлкен белес.
осы уақытқа шейін бізді жайдарманға жетелеп, біздерден бар білген аянбаған. Біздерге тәлімгерлік еткен ұстазымыз Төребек ағай, сізге рахмет көп. Алғысымыз шексіз. Маған көптеген достар мен керемет көңіл-күй сыйлаған Жайдарман, саған рахмет. Әрбір келген сайын күтіп алып қарсы алатын Әліби ағай, сізге де рахмет. Бұлай Төре ағайдың қасында біз де бармыз, еш жоқ. Осы уақытқа шейін біздерге спонсорлық еткен ата-аналарымыз, сізге көп рахмет. Бізді әрдайым қолдайтын күлімкөз көрерменге рахмет. Сахна сыртындағы достарым, сендерге рахмет. Біздерге демеушілік жасаған оқушылары, сіздерге көп рахмет. Ойын соңына жеткеніме. Сендер не айтып кеттіңдер өздерің? Сендер бірінші лигаға енді келіп уже қоштасып жатсыңдар ма? Иә, Жайдарманда кім қоштасып алғыс айтады, соған жоғарғы бал қояды дейді ғой. Оны кім айтып жатыр? Төребек ағай. Ол қайдан біледі? Ол бәлең бәрін біледі. Байдың қызы байғанда, мен жердемін сенің қарапайым басында ер жеткен шаруаның баласының жайдарма. Сіздермен бірге болған Аружан, Айым, Мөлдір, Дәулет, Арал аудандық оқушылар құрамасы. Арал аудандық оқушылар үйінің құрамасы арнайы аудандық оқушылар үйінің директоры Махамбетова Қанағат ханымға өз алғыстарын білдіреді. Және де жетекшісі Дәрмағамбетов Төребек мырзаға да алғыстарын білдіреді. Қошеметтеріңізді қойыңыздар. Арғарай бірінші топты қорытындылайтын команда арнайы Шымкент қаласынан келіп отырған, оңтүстіктің сәлемдесуін алып келіп отырған Джеки Шаңырақ командасы. Аты кім екен білгілеріңізге өліп тұрсыздар ғой, а? Аты Салтанат. Сөйлегенде автомат. Қайырлы кеш, Қызылорда! Бірден көкелеріңізде тұрған сұраққа жауап берумен бастайық. Неге Джеки Шаңырақ? Мынау үшеуміз ағайындымыз. Әкеміздің есімі Джексен. Оны класстастары Джеки деп атайды. Ал мына тұрған екі қыз Ерлан екеуміздің бұйырса үйленеміз деп отқан қыздарымыз. Әй, коттеджге барып жүрген. Одан қаса айлық түскенде клубқа баратын. Болды, Салта менде ақша қамат деген күн машинаның ішінде кальян шегетін қызға бұйырса үйленеміз деген. Қалай кетеді деген ол? Қалай кеткенде тәте ол басында сәл ашшы кетеді да, кейін угілін бір ауыстырып қойып бұра бересіз ғой. Ереке, менің ғана минустарымды айта бергіңіз қалай кетті, өзіңіздің минусыңыз жоқ сияқты. Менде жоқ қой минус. Сізде минусыңыз бар, айтамын мен. Коттеджге аппарат дейді. Коттеджге кім аппарат мен? Сіз ғой? Машинада кальян шегет дейді. Кальянды үйреткен кім? Сіз ғой? Ойбу, бірақ шекпеймін десем де болады екен ғой, а? Жише, сіз тәтемнің минустарын айтам деп, өзіңіздің өміріңіз шимақтап отқаныңызды білесіз ба? Жан. Біздікі бастады. Екінші толқын кетті десеңші, тәте. Ау. Осы шынында айтшы, мен фигурама әдемі ма, или Кәмшат Жолдыбаеваның ба? О, қалай жауап берсем екен? Өзім жеке басым пайдасы үшін бе, шынайы жауап берейін ба? Конечно, шынайы жауап бер. Жише, оны қазір тәтем бетон сіздің фигураңыз әдем деп айтады да, бірақ Кәмшат Жолдыбаева басқан лайктар тәтем артын ашып қоя береді. Жан, үйленбей жатып айтып қояйын. Менің қалың малым 3 миллион. Ойбай, жеңше, немне бөле алтын жалатылғасы ба? Сізге 3 миллион бергенше біз үшеміз 3 российский пятнашки мініп аламыз ғой. Жише, нағылды сіз пасты беретін болдыз ба? Бермейсіз ба, әйли? Қайным, өзің неге үйленбей жүрсің әлі? Әлде қызың жоқ па? Үйленгенде кім көрінген қыздың қалың мал 3 миллион 5 миллион болып кетті ғой? Қалың мал былай тұрсын, ана сүті деген бар. Иә, не ол? Ол үйленем деп жатқан қызыңның ана сүтінің ақысы. Немне біле, сонда еркектер сүт ішпей өскенбіз ба? Или тек нан тірі ішкізген ба бізге? Стоп! Жігіттер, не біз сахнаға шығарып алып кемісте бересіңдер сендер? Әлде бізге оңай деп ойлайсыңдар ма? Мысалға мен сахнаға шығу үшін шашыма укладка істетсем 15 мыңға.
Макияж істетем 10 мыңға, сана. Маникюр істетем 5 мыңға. Педикюр бар 8 мың. Тоқташы, сонда табиғат дым бермеген ба маған? Бәрекел, мойындағанда ерлік қой жүйшен. Тәтем мынау сіз дуалап алған. Бетон. Ендеше Джеки Шаңырақ, мы начинаем! Барлығымыздың ағаларымыздың ос жері болады. Ос жер. Өзінің ағасының әйеліне сәл ғашық болып қалған жігіт. Жеше қалай енді ағам нормальный ма? Көңіліне шығып жатыр ма? Я. Все. Менде қара көзілдірік бар, менде қызыл тақта көк бар, менде капелька бар, еще такой. Зоопаркте жануарларға тамақ беріп істейтін ағамыз өзінің үйінде. Мә, тамақ жеп ал. Ерте қойыла деген звук. Мә, тамақ жеп ал, жаным. Мә. Звук кеш қойдың. Әке, адам ұсап қашан дастархан басына тамақ ішеміз? Әлі ерте тәртіптерің нашар. Бір қыздың ұзату тойын 4-ші рет жүргізіп жатқан тамада. Рахмет, қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Енді ардақты ағайындар, құрметті ханымдар, келді бүгін мырзаларменен көп ханым, бастарыңнан тарқамасын бақтарың, астарыңнан түспесін деп тақтарың, анда-санда өзімді өзім мақтап қоям, келмесе де өзімді өзім мақтағым, домбыра алып бетін ашқан келіннің, естіп жүрмін 5-6 ұл тапқанын, тамада боп, мен ұзатқан қыздардың естігем жоқ қайтып келіп жатқанын дейтін болсам, ардақты ағайындар, өз сөзім өзім қарсы шығайын деп тұрмын. Енді мынау біздің айналайын, күйеу баланы білмеймін, біздің Дианаға сондай қайтпас қайсар қыз болды. Бұның қайтпастығы соншалық осы соңғысы деп отырмыз бұйырса. Енді айналайын күйеу бала Ержан. Марат ағам. Ержан алсын. Марат айналайын. Құдай қаласа келінмен бақытты болыңдар, үбірлі шүбірлі болыңдар деп қояйын. Енді айналайын Диана. Ержан. Марат. Бақытты болыңдар. Қазақтың тойы бітпесін. Біздің Диана Мараттан басқа ешкімге кетпесін деп қояйын. Рахмет. Рахмет достар, сөз соңында. Жайдарман ол үлкен шаңырақ. Ал біз өз басымызға кішігірім жеке шаңырақпыз. Біздегі бар мақсат үлкен шаңырақтың керегесі болып орнығу. Сіздермен жеке шаңырақ танысқанымызға қуаныштымыз. Жеке шаңырақ командасы арнайы өз алғыстарын жеке кәсіпкер Мусаев Дәулет Аманжол ұлына білдіреді. Қошеметтеріңіз болсын. Және де арнайы Қазақстан КВН одағы Республикалық жастар қоғамдық бірлестігі республикалық деңгейде бірінші лига жайдарман сайыстарының жоғары деңгейде өткізілуіне ат салысқан қолдау білдіргені үшін Сыр үміті жастар қауымдастығына, Жас отан жастар қанатына және де облыстық жастар ресурстық орталығына алғыстарын білдіреді. Құрметті қазылар алқасы, енді алғашқы 6-лық бойынша өз пікірлеріңіз білдірсеңіздер, алғашқы болып Сыр үміті жастар қауымдастығының атқарушы директоры Талғат мырза, өзіңіз бүгінгі ойын жайлы. Рахмет. Бүгін енді әр команда әр түрлі ойын көрсетті. Кейбір командаларға әзіл жетіспей жатты. Кейбір командалар аудиториямен екі бөлікке бөлініп кеткен секілді даже әсерде болды. Енді жақсы, мен үшін ұнаған командаларды атап өткім келіп отыр. Оқушылар үйінің құрамасы және Джеки Шаңырақ. Және де дайындықпен келген барша командаларға үлкен ризашылығын білдірем. Рахмет. Рахмет. Оңдасын мырза, бүгінгі ойын жайлы. Алматы енді бірыңғай үлкен декорация, үлкен ойын, үлкен сахнада көріп қалған бүгін қалай енді сізге? Сыр еліне қош келдіңіз. Рахмет. Жалпы Сыр елі республикалық бірінші лигасы бұл жас командаларға беретін, үлкен мүмкіндік беретін сондай лига. Сондықтан да бұл лиганың командаларында жалпы ойында бүйтіп сөгіп, оған критика айтатындай жағдай емес. Бұл лигаға алғыс, себебі бұл лигадан көптеген болашақта жайдарман жұлдыздары шығатыны анық.
Бұл жерде мен енді нақты тұрған сахнада тұрған командалардың барлығы талантты, дарынды. Ал дәл қазір қойылатын баға бұл бүгінгі ойындарыңызға қойылатын баға. Сондықтан да қам жемеңіздер, еңбектеніңіздер. Яғни бүгінгі ойында кейбір командаларда бір тиянақтылық болса, кейбіреуінде тиянақтылық болмағандықтан бір ластау сияқты болып көрінеді да ойындары. Сондықтан да менің ойымша дайындықты көбейту керек сияқты, репетицияны. Соның арқасында сіздер бір әдемі бір қойылымға, ойынға келесіздер болашақта. Рахмет, сәттілік барлықтарыңызға. Рахмет, Рүстем мырза. Енді сол жаңа жігіттер айтып кеткендей, әріптестерім айтып кеткендей, мен де сол ойға барлығына да қосыламын. Расымен де енді бағы жанып осылай жайдарман ойнауға, команда құруға, осы Қызылордаға келуге, немесе осы сахнаға шығуға әрқайсысына да мүмкіндік берілді ғой. Енді бақтары жанды, әрмен қарай енді баптары шаппай қалғандықтары бар. Бап шаппағандық деген сол жаңа дайындықтың жетіспеушілігі. Енді әзілдің формасына келетін болсақ, әзілдің қозғап жатқан тақырыбына келетін болсақ, барлығынікі бір ұқсас тақырыптар. Тек оза шауып, қазір сәл өзгеге қарағанда жоғары ұпай алатын команданың қалғандарынан ерекшелігі сол дайындығында болады. Яғни бүге шүгесіне дейін, үтір нүктесіне дейін, жүріс, тұрыс, қозғалыс, неден кейін нені қалай қояды, қалай жасаймыз деп барлығын жан-жақты дайындықпен қарап келген команда ғана ерекшеленеді. Жалпы сол, жалпы жаман емес, бірақ күткеннен жоғары. Рахмет. Құрметті қазылар алқасы, енді бірінші топтағы атылық бойынша ұпай сандарын көтерсеңіздер, жоғары ұпай 5 ұпай, сәлемдесу, бірінші бастаған болашақ жастары командасы. 3, толық 3 ұпай. Эконом класс Ақтөбе. 4, 5. ЖТК Жаңақорған. 3. Қаратөбе құрамасы Орал. 3. Қазылар алқасы қиындау екен. Оқушылар үйінің құрамасы Арал. 4. Жеке шаңырақ Шымкент. 5. Қазылар алқасының ұпай сандарын көрдік. Телеэкраннан өздеріңізде көргенде боларсыздар. Енді ортақ ұпай сандарын атай кетсек. Болашақ жастары толық 3 ұпай. Қаратөбе құрамасы толық 3 ұпай. ЖТК Жаңақорған толық 3 ұпай. Оқушылар үйінің құрамасы толық 4 ұпай. Эконом класс Ақтөбе 4,3 ұпай. Және де жеке шаңырақ 4,6 ұпай. Тікелей жартылай финалға өткен командалар. Арал аудандық оқушылар үйінің құрамасы Эконом класс Ақтөбе және де Шымкент жеке шаңырақ командалары. Құрметті достар, осымен Республикалық сырелі бірінші лига жайдарман сайыстарының алғашқы тобы өнер көрсетті. Жартылай финалға өткен командаларға үлкен алғыс білдіреміз. Сәттілік тілейміз алдағы ойындарына. Келесі кездескенше сау, сәлематта болыңыздар. Рахмет.